Қарындаштарға, кейбір ежелерге айта тұрған насатым. Егерде сіздің қолыңызды сұрап келген жігіт, ата-енеме қызмат қылышым керек, бір туғандарыма қызмат қылышым керек, үйде бала тәрбиелашым керек деп, сіздің құқықтарыңызды шектеп жатқан болса, андай жігіттерге тұрмысқа шықпай да қойыңыздар. Себебі алар сіздерді қинайды. Ата-енесіне қызмат қылдырады, бір туғандарына қызмат қылдырады, бала қаратады үйде, бала тәрбиелатады, сіздердің құқығыңыздарды деулеп, сіздерді қинап қояды. Ошон үчүн ушундай кыйынчылыкка барбаш үчүн андай жигиттерге дароо эле макулдукту бербестен дароо баш тартыңыздар. Эгерде турмушка өмүр бою чыкпай койсоңуз деле макул. Эгер сиз жүрө бериңиз, жалгыз бой, өзүңүз укуктарыңыз сакталган, эч кимге кул эмессиз, эч кимге кызмат кылбайсыз, бала төрөп, бала карап, бала тарбиялап, үйдөн чыкпай кыйналбайсыз. Балким өмүр бою эркин жүрөсүз. Бирок караганда өзүңүз жалгыз калганда ата-энеңиздикине батпай калсаңыз, бир тууганыңыздыкына, эже карындаштарыңыздыкына батпай калсаңыз, ошол укуктарыңыздын баардыгын чогултуп, карлар үйүнө барасыз дагы ошол жерде эркин, кайненеге кызмат кылбай, кайын журтка кызмат кылбай, эркин жүрө бересиз. Себеби андай жигитке турмушка чыгып калсаңыз, кыйналасыз, кайненеге кызмат кылып каласыз, бала тарбиялап каласыз, эртең менен кечке чейин үйдө отуруп каласыз. Ушундай укуктарыңыз дөөлөнүп калат. Ошон үчүн ушул укуктарыңызды сактаңыз дагы, ошол укуктардын баардыгына кийин өзүңүз жалгыз карлар үйүндө калганда ошол укуктардын пайдасы тиет.